аса көрнекті ғалым, қоғам қайраткері, Қазақстан Республикасы парламентінің мәжілісінің 2-ші және 3-ші шақырылымдарының депутаты Амангелді Абдрахманұлы Айталының дүниеден өтуіне байланысты көңіл айтамын. Амангелді Абдрахманұлы ұзақ жылдар бойы білім және ғылым саласында жемісті жұмыс жасады. Соның ішінде Ақтөбе мемлекеттік педагогикалық институтында жоғарғы білікті мамандар даярлау ісіне мол еңбек сіңірді. Мәжіліс депутаты болған кезінде отандық заңнаманы жетілдіруге және парламентаризмді дамытуға атсалысты. Қазіргі қызметімен еліміздің өркендеп дамуына өз үлесін қосып, соңына жарқын із қалдырған Амангелді Абдрахманұлының есімі мен бейнесі ұмытылмайды. Марқұмның иманы саламат, жаны жанатта болсын. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.